Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан Республикасының қызыл кітабы. Оқу мақсаты Қазақстан Республикасының қызыл кітабының маңыздылығын анықтау. Қазақстан Республикасының қызыл кітабы Қазақстандағы сирек кездесетін және жойылу қаупі төнген жануарлардың, өсімдіктердің және саңырауқұлақтардың тізімі. Жыл сайын жер бетінен тірі ағзалардың бірнеше түрі мәңгіге жойылып кетуде. Қазақстан Республикасы қызыл қасқыр, еуропалық күзен, қабылан, қызылқұм тау қойлары сияқты жануарларды мәңгілікке жоғалтуы мүмкін. Себебі соңғы уақытта олар туралы ақпарат жоқ. Халықаралық табиғатты қорғау одағының бірінші қызыл кітабы 1963 жылы құрылды. Кітапқа қызыл түстің берілуінің өзіндік себептері бар. Кітапты құруға бастамашы болған сирек кездесетін түрлер жөніндегі комиссияның төрағасы Питер Скоттың пікірінше, қызыл қауіптің белгісі болып табылады. Ол Қазақстан Республикасында 1978 жылдан бері құрылған. Қызыл кітапта сирек кездесетін немесе жойылу қаупі төнген саңырауқұлақтар, өсімдіктер мен жануарлар тізімі берілген. Сирек кездесетін және жойылу қаупі төнген ағзалар Қазақстан Республикасының заңдарымен қатаң қорғалуда. Кейбір адамдар қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктерді қасақана жоюда. Біздің елімізде ол қатаң заңмен жазаланады. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 290 бабына сәйкес жануарлар мен өсімдіктердің сирек кездесетін және жойылу қаупі төнген түрлерімен заңсыз айналысқан үшін браконьерлер бас бостандығынан айырылады немесе айыппұл салынады. Қызыл кітап үнемі өзгеріп, жаңарып отыратын құжат. Бұрын табиғат туралы толыққанды білім болмағандықтан, қызыл кітап сирек кездесетін жануарлар мен өсімдіктер туралы соңғы мәліметтермен толықтырылып отырады. 2021 жылы Қазақстанның қызыл кітабына жолбарыс, Орта Азиялық қабылан және Пржевальский жылқысы енді. Қазіргі кезде Қазақстанның қызыл кітабына омыртқалы жануарлардың 133-ке жуық түрі енгізілген. Мысалы, қар барысы, сайғақ, бүркіт, сабаншы қызыл кітап жануарларына жатады. Қазіргі кезде Қазақстанның қызыл кітабына 400-ге жуық өсімдік түрі де енгізілген. Қызыл кітаптық өсімдіктерге ақ тұңғиық, ашық кесте жусан, тау шымылдығы, алтын тамыр сияқты өсімдіктер кіргізілген. Қызыл кітапқа енген сирек кездесетін және жойылу қаупі төнген ағза түрлерін сақтау үшін Қазақстан Республикасының аумағында қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар құрылған. Енді осы сабақты қысқаша қорытындылап өтейік. Қызыл кітапты құру. Қазақстан Республикасында қызыл кітап 1978 жылы құрылған. Қызыл кітаптың маңызы қандай? Жануарлар, өсімдіктер және саңырауқұлақтар туралы мәліметтер жиыны. Сондай-ақ оларды қорғау және қалпына келтіру бойынша қажетті шаралар қарастырылады. Жануарлар мен өсімдіктерді қорғау Қазақстан Республикасының заңымен қорғалады. Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қорықтар, қорықшалар, ұлттық саябақтар болып табылады. Сонымен біз бүгінгі сабақта Қазақстан Республикасының қызыл кітабының маңыздылығын анықтау сияқты оқу мақсатын қарастырып өттік.